Ерте заманда Амалфея атты ешкінің сүтімен Зевс құдайын емізген деген аңыз бар. Сол заманнан бері ешкі сүті ерекше қасиетті деп саналады. Сонымен қатар, ертеректе ауыр науқастан кейін қалыпқа келу үшін ешкі сүтін ішкен екен. Ежелгі Римде ешкі сүтімен бауыр ауруын емдеген. Ешкі сүті әлемде кең танымал, бірақ осы сүтті пайдаланудан көш бастап тұрғандар Азия елдері, ішіндегі Үндістан, Пәкістан және Жерорта теңізі жағалауындағы Португалия, Испания, Франция, Грекия, Италия болып табылады. Ешкі сүті өте құнарлы өнім. Оны көптеген сүтті өнімдерді, мысалы, ірімшік, йогурт, май дайындауға қолданады. Ешкі сүті ең пайдалы сүттердің бірі, себебі ешкілер қауіпті ауруларға шалдықпайды. Сондықтан олардың сүті қауіпсіз әрі пайдалы болып саналады. Ешкі сүті адам ағзасына қажетті түрлі дәрумендер мен минералдарға бай. Ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда сапалы құрамымен ерекшеленеді. Алайда, ешкі сүтінің дәрумендік құрамы ешкілердің тамақтануы мен оларды бағу шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Ешкі сүтінің құрамында мынадай дәрумендер бар. А дәрумені ол көру, өсу және даму үшін маңызды. Сондай-ақ, ол тері және шырышты қабықшалар саулығын сақтауға қажет. Д дәрумені ол сүйектер мен тістер саулығына ықпал ететін кальций мен фосфор сіңу үшін қажет. Е дәрумені ол жасушаларды зақымнан қорғайтын антиоксидант ретінде әсер етеді. В1 дәрумені тиамин, қалыпты липидті және көмірсу алмасуға жүйке жүйесі және бұлшықеттерге қажет. В2 дәрумені зат алмасуға көмектеседі және жасушалардағы қышқылдану процесіне қатысады. В3 дәрумені зат алмасу және тері саулығы үшін маңызды. В5 дәрумені пантотен қышқылы гемоглобин өндірісіне қатысады. В6 дәрумені зат алмасуда маңызды рөл атқарады. Орталық жүйке жүйесінің қалыпты қызметіне қажет. В12 дәрумені жүйке жүйесінің қалыпты қызметіне және қызыл қан жасушаларының түзілуіне қажет. В9 дәрумені немесе фолий қышқылы өсу мен даму үшін маңызды. Сондай-ақ ДНК түзілуіне қажет. Сондай-ақ ешкі сүтінде минералдар мен микроэлементтер көп. Мысалы, кальций, фосфор, калий, магний, темір, мырыш. Ешкі сүтінің адам денсаулығына пайдасы. Ол оңай сіңеді және қорытылады. Ешкі сүті сиырдікіне қарағанда ұсақ майлар мен ақуыздардан тұрады. Сондықтан лактозаны көтере алмайтын немесе ақуызға аллергиясы бар адамдар үшін ол жеңіл сіңетін өнімге жатады. Ешкі сүтінің құрамындағы дәрумендер мен минералдар иммунды жүйенің қатаюына ықпал етіп, жұқпаларға қарсы тұруды арттырады. Ешкі сүтінде ақуыз бар, сондықтан кей аллергияға бейім адамдарға бұл өнімде жақпауы мүмкін. Лактозаны көтере алмайтын адамдар. Кей адамдар барлық сүт өнімдеріндегі лактоза мен қантты қорыта алмайды. Қант диабеті бар адамдар. Ешкі сүтінде табиғи қант бар. Сондықтан қант диабетімен қиналатын адамдар бұл өнімді рационына қосарда осы нәрсені ескеру керек. Бүйрек ауруы бар адамдар. Ешкі сүтінің құрамында қаныққан майлар бар және оны қолдану қандағы холестерин деңгейінің артуына ықпал етуі мүмкін. Егер бүйрек ауруымен қиналатын болсаңыз, ешкі сүтін рационға қоспас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Бұл сусында майлы қышқылдар көп болғандықтан, оны көптеген ауруларды емдеуге қолдануға болады. Оны мына аурулар кезінде ішу ұсынылады. Өт қабынуда тас болған кезде, ас қорыту бұзылысы кезінде, эпилепсияны емдегенде, артрит және басқа да буын аурулары кезінде. Асқазан жарасы немесе аш ішек ауруы болса, асқазан ішек жолы аурулары болса, қалқанша без ауруы мазаласа, өкпе аурулары және тұмау кезінде. Мысалы, бронхит кезінде ешкі сүтіне бал қосып ішу пайдалы.
Жөтелді емдеу үшін ешкі сүті мен сұлы қайнатпасын ішуге болады. Асқазан жарасын емдеу үшін таңертең аш қарынға 1-2 ас қасық ешкі сүтін ішіңіз. Күні бойы бірнеше стақан сүтті бірдей көлемде қайнаған сумен араластырып ішуді әдетке айналдырыңыз. Емделу мерзімі 3-4 апта. Достар, келесіде шығатын пайдалы ақпаратымды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.